қадірлі аналарды, қадірлі аруларды келіп жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Сіздерге, отбасыларыңызға тек қана жақсылық, еліміз тыныш аман болсын. Осы мерекенің қарсаңында өтіп жатқан ұйымдастырылып отырған шараның маңызы өте зор. Әйел тақырыбы, әйел тағдыры, әйел тақырыбы ең өзекті, ең маңызды тақырыптардың бірі болып табылады. Бізде мысалы қазақ халқында жақсы бір нақты сөз бар: әйел қолымен бесікті тербетсе дейді, әйел қолымен әлемді тербетеді дейді. Сол сияқты біздің өзіміздің осы қазақ халқының қыздарының ішінен атақты шыққан әулие адамдар да бар, атақты қазақ батырлар да бар, қоғам қайраткерлері де бар, ардагерлер, еңбек ардагерлері де бар да. Егер біз тарихқа жүгінетін болсақ, мысалы сіздер білесіздер, әулие аналардың ішінде Умай ана, содан кейін Айша бибі ана дегеніміз бар, Дарабоз ана, Домалақ ана. Енді айта берсек, әулие аналар өте көп. Одан кейін өздеріңіз жақсы білесіздер, 20 ғасырдың 20-30 жылдарда именно біздің қазақ әйелдері белсенді болған. Олардың ішіне кімді атауға болады? Назипа, кімді? Кімді атауға болады? Назипа Құлжанованы атауға болады, Алма Оразбаеваны атауға болады. Ұлы Отан соғыс жылдарындағы кімді біз атаймыз? Кімді? Ұлы Отан соғыс жылдарында біз Әлем Молдағұлованы атаймыз, Мәшһүр Мәметованы атаймыз. Одан бері мысалы механизация, еңбек сіңірген бізге Кәмшат Дөненбаева. Енді айта жатсақ, бізде қазақтың арасында атақты әйелдер өте көп. Но бірақтан бір жағынан тарихта әлі есімдері аталмаған, әлі зерттейтін тұстары бар, әлі аталмаған белгісіз қазақ әйелдері өте көп. Мұны сондықтан да бүгін өтіп жатқан іс-шараның маңызды өте зор деп айтуға болады. Енді ары қарай неғылатымызды қазақ даласында бүгін қазақ даласы мәдениетіндегі әйелдердің келбеті, бейнесі, мәртебесі аудиовизуалдық құжаттарда, яғни фото құжаттарда деп атырда. Осы архив мемлекеттік бағдарлама архив 2025 аясында алынып келген фото құжаттар көрмесін көрдік. Бұл жердегі енді басым көпшілігі әйелдер мәселесіне арналған. Мысалы әйелдердің бастық шағы, балалық шағынан бастап қазіргі кезде ақ кимешек киген әжелерімізді көріп отырмыз. Мұны осы тұрғыдан алатын болсақ, мысалы аудиовизуалдық бізде студенттердің, қазір бізде студенттер отыр, мынандай мәселе туындайды. Яғни осы аудиовизуалдық құжаттар, фото құжаттар шет ел мемлекетіне қалай түсті, немесе осы фото құжаттарды жасаған кімдер, содан осы фото құжаттардағы көрсетілген қазақ қоғамының тіршілігі, ахуалы, көрсетіп жатқан бұйымдарының бәрі бізге қазақ халқының күнделікті тарихының дерек көзі болып табылады. Яғни қазір айтады ғой, история повседневности деп. Именно сол фото құжаттар біздің сол кездегі құнды деректеріміз бірі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда бұл өткізіп жатқан шараның ғылыми мәні өте зор деп айтуға болады. Келесі екінші, енді біз айтатыным, бізде білім беру саласында қазіргі негізгі міндет бұл білімнің, ғылымның өндірістің ықпалдастығы, интеграция деп айтамыз. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан Республикасы кино, фото, дыбыс жазбалар архиві бізде әлеуметтік әріптестеріміз болып табылады. Бізде уже 15 жыл асып кетті, бірге жұмыс жасап келе жатырмыз. Бірнеше біздің жобаларымыз болған. Енді осы жобаларға тоқтайтын болсақ, әсіресе білім беру саласындағы жобамыз, ол өздеріңіз жақсы білесіздер, теориялық білімді іс жүзінде практикалы іске асыру мақсатында біз дуалды білім жүйесін іске асырғанбыз. Біздің қазіргі таңда осы архивтің базасы студенттердің оқу, өндірістік, ғылыми зерттеу базасы болып саналады. Онымен қатар, мысалы, қазіргі кезде даже осы біздің архивтің ұжымы тек қана біздің студенттерге әдістемелік көмекпен қатар күнделікті өмірде осы өздерінің кеңестерін беруге әр кезде дайын. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе бізде қазір ғылым саласында біз архивпен, мысалы, осыдан бір 10 жыл бұрын, 2011 жылы профессор, тарих ғылымдарының докторы, профессор Қамбар Махамбетұлы Атабаевпен аудиовизуалдық құжаттардың тәуелсіз Қазақстанның тарих дерек көзі ретінде ғылыми жоба біз орындадық. Енді келешекте, болашақта осындай ғылыми жобалар іске асады деген ойдамыз. Екінші жағын ғылым саласындағы қазір бізде мысалы студенттер
магистранттар аудиовизуалдық құжат, яғни архивті аудиовизуалдық құжаттармен толықтыру, аудиовизуалдық құжаттарды сараптау, аудиовизуалдық құжаттарды жинау, аудиовизуалдық құжаттарды пайдалану мәселесіне тақырыбында диплом жұмысы, магистрлік диссертациялар жазуда. Қазір мысалы біздің осы жерде залда докторанттарымыз да отыр. Соңғы кезде біз бір докторантқа аудиовизуалдық құжаттардың архивтік аспектісі атты диссертациясын бердік. Енді диссертацияға, докторлық диссертацияға қойылатын талаптардың ерекше бірі ол жаңа оқу үдерісіне немесе оқу өндірісіне енгізу. Енді қазіргі кезде біздегі Оразаев Сәуле Амантаевнамен бірге жұмыс жасап жатыр. Өзінің нәтижелерін келешекте болашақта оқу өндірісіне, оқу үдерісіне енгізеді деген ойдамын. Енді бүгінгі мынау өткізіп жатқан шара, өткізіп жатқан әйелдер, қазір әйелдер не деп қазір білмеймін. Да, шараның аты қазақ даласындағы әйелдердің мәртебесі. Қазақ даласындағы әйелдердің мәртебесі деген шараның аты да өзекті, маңызды деп жаңа айтып кеттім. Себебі неде? Қазір отырған келешекте болашақта біздің студенттерімізге ғылыми жұмыстарын жазуда жақсы жаңағы идеяларды қалыптастыруларына, қазір креативті деп жатырмыз ғой, жақсы идеяларды қалыптастыру, аудиовизуалдық құжаттардың ғылыми мектебін, аудиовизуалдық құжаттарға қатысты ғылыми мектептің, аудиовизуалдық құжаттарға байланысты ғылыми бағытын қалыптасуына үлкен ықпалын тигізіп мұрындық болады деп санаймыз.